Құрметті балалар, бүгінгі ашық сабақтың тақырыбы ұлттық валюта тұрлаулы мүшелер. Мен Сахипова Бахыт Калымқұловна, Жарбақты аграрлық-техникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысымын. Сабақтың мақсаты: Қазақстанның ұлттық валютасы теңге жайында, оның шығу тарихы және негізгі қасиеттері жайлы мағлұмат беру. Тұрлаулы мүшелер бойынша студенттердің білімдерін пысықтау. Қазақстан теңгесі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы. Қазақстан Республикасының президенттің жарлығы бойынша 1993 жылы 15 қараша айналысқа енгізілді. Тәуелсіз егемен мемлекеттік міндетті рәміздерінің бірі оның ұлттық валютасы болып табылады. Сонымен бірге, кез келген мемлекеттік тарихына оның бір-ақ рет енгізілетін өз валютасының тарихы да кіреді. Ұлттық валюта елдің өткенін, бүгінгісін және болашағын бейнелейді. Өздерінің нелерден көріп тұрсыздар. 1993 жылы 15 қарашасында ұлттық валюта теңге айналымға енгізілді. Теңге әлемдегі ең жақсы жасақталған сақтық шарасы мықты валюталардың бірі. Банкноттардың жалған банкнот жасауға қарсы 18 түрлі сақтық белгілері бар. 2007 жылы Халықаралық валюта ассоциациясы 10.000 теңгені әлемдегі ең үздік банкнот деп таныды. Теңге сөзі орта ғасырлық түркі тайпаларының денге, таньга сөздерінен шыққан. Бұлар түркілердің күмістен жасалған тиыны болған. Тіпті орыстың денге сөзі де осы сөзден шыққан. Қазіргі кездегі айналымдағы монеталар мен банкноттар. Теңгенің енгізілуімен Қазақстан толық мағынасында тәуелсіздік мемлекеттің барлық нышандар бар егеменді елге айналды. Ұлттық теңге тәуелсіздігіміздің белгісі болып келеді. Теңгенің нышаны. Теңге осындай белгімен белгіленеді. Қазақстан Республикасының ұлттық банкіне мынандай міндеттер жүктеледі. Мемлекеттің ақша кредит саясатын әзірлеу және жүргізу, төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, валюталық реттеуді және валюталы бақылауды жүзеге асыру, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу. Келесі кезеңде тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: айтылым. Әр елдің атауына олардың валютасын дұрыс айту. Мысалы, Америка Құрама Штатына доллар. Солай әрмен қарай өздерің айтуларын керек. Екінші тапсырма: жазылым. Мәтін бойынша сұрақтарға қысқа жауап беру. Тыңдалған мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: тәуелсіз елдің айрықша белгісі не? Теңгенің неше қорғаныс белгісі бар? Халқымыз ақшаны бұрын пайдалаған ба? Ерте заманда теңгені қандай қалаларда жасаған? Ұлттық валютамыз қай жылы айналымға енгізілді? Теңге қандай төлем құралы? Теңге ненің белгісі? Теңгенің дизайн топтың жетекшісі кім болып келеді? Келесі тапсырма: жазылым. 2000 теңгелік банкноттың сипаттамасын төменгі сөз тіркестерін таңдап жазыңдар. Бет жағында қандай не бейнеленген және сыртқы жағында не бейнеленген, соны жазыңдар. Келесі тапсырма: тұрлаулы мүшелерді еске түсіру керек. Грамматикалық тапсырма бойынша тест сұрақтарына жауап беру. Қорытынды кезеңінде тақырып бойынша берілген оқу материалдарын инсерт оқыту стратегиясы бойынша талда. Бірінші: бұрыннан білемін, менің ойлағаныма қайшы кереғар, мен үшін жаңа ақпарат, келісе алмайын, білгім келеді. Мына торларды толтыруларың керек. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.
Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.